Өнер киелі нәрсе сөйлеміне синтаксистік талдау. Сөйлемде қанша тыныс белгі бар? Сөйлемде 2 тыныс белгі бар. Олар қандай тыныс белгілер? Олар нүкте және сызықша. Нүкте неге қойылып тұр? Нүктенің қойылу себебі ойды аяқтап сөйлемді тиянақтап тұр. Сызықша неге қойылып тұр? Сызықшаның қойылу себебі бастауышымыз да баяндаушымыз да атау тұлғалы зат есімі болғандықтан бастауыштан кейін сызықша қойылады. Айтылу сөзі мен мазмұнына қарай қандай сөйлем? Айтылу сөзі мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем. Неге? Себебі ой баянда жеткізіледі. Хабарлы сөйлемде ой қалай жеткізіледі? Хабарлы сөйлемде ой хабарлай, суреттей, баяндай жеткізіледі. Хабарлы сөйлем деп сөйлемнің қандай түрін айтамыз? Хабарлы сөйлем дегеніміз айтылу мақсаты хабарлау, суреттеу, баяндауды білдіретін сөйлемнің түрі. Хабарлы сөйлем интонациялық жағынан қалай айтылады? Хабарлы сөйлем интонациялық жағынан көтеріңкі басталып, бәсеңдеп бітеді. Сөйлем соңында жазуда қандай тыныс белгі қойылады? Сөйлем соңында жазуда нүкте қойылады. Құрылысына қарай қандай сөйлем? Құрылысына қарай жай сөйлем. Неге? Себебі бірнеше сөзден құралып келіп тиянақты бір ғана ойды білдіріп тұр. Жай сөйлем деп қандай сөйлемді айтамыз? Жай сөйлем дегеніміз бір ғана оймен, бір ғана интонациямен айтылатын сөйлемнің түрі. Жай сөйлемде қандай түрлер? Жай сөйлемнің түрлері қандай? Жай сөйлемнің түрлері қандай? Жай сөйлем түрлері атаулы, жалаң жайылма, толымды, толымсыз, жақты, жақсыз. Жай сөйлемнің түрлерін қалай анықтаймыз? Жай сөйлемнің түрлерін анықтау үшін сөйлемдегі сөздерді сөйлем мүшелеріне қарай талдаймыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін сөйлемнің баяндаушын табамыз. Неге? Себебі баяндаушы сөйлем болмайды, баяндаушының орны шартты түрде тұрақты. Баяндаушын таба қойды. Ендеше баяндаусын табайық. Өнер киелі не нәрсе? Дара баяндауш болып. Атау тұлғалы. Атау тұлғалы дара баяндауш болып тұр. Дара баяндауш деп қандай баяндауш? Дара баяндауш дегеніміз? Дара баяндауш дегеніміз бір ғана сөзден құралып келіп, сөзден болған баяндауш. Баяндауыш деп қандай сөйлемнің тұрлаулы мүшесін айтамыз? Баяндауыш дегеніміз сөйлемде жүктеліп келіп бастауыштың іс-қимылын, әрекетін білдіріп, онымен жақ-жағына кейде жекеше, көпше түрде қиса байланысып отыратын тұраулы мүше. Баяндауыштың негізгі сұрақтары қандай? Баяндауштың негізгі сұрақтары не істеді, қылды, қайтты.